Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді бананды кекстің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 бананымызды осылай қабығынан ашып, сосын шанышқының көмегімен видеодағыдай еземіз. Осындай видеодағыдай бір келі қылып езіп алдық. Енді үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да біріккенше араластырамыз. Енді менде ұн, корица ұнтағы және ұн қопсытқыш және кішкене ас содасы. Осыны үстіне бірден бәрін қоспаймыз, аз-аздан қосып отырып, қою қамыр болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай өте сұйық емес, осындай қою болады. Енді үстіне шоколадымыз қосамыз. Шоколад міндетті емес, қалауыңызша жүзім кептірілгенді қоссаңыздар болады. Қамырымызды осындай мен силиконды формаға қойдым. Кез келген формаға құйып пісірсеңіздер болады. Құйып, бетін тегістейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 45 минутта пісіріп аламыз. Түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқшамыз осылай құрғақ болып шықса, онда біздің кексіміз пісті деген сөз. Бананды кексімізді өзімізге қолайлы ыдысымызға осылай аударып аламыз. Толықтай суытамыз, содан кейін барып кесеміз. Осымен дәмі ерекше бананды кексіміз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.